Біздің кезекті сабағымыз сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. Сан аралықтарының бірігуі. Сан аралықтарының кемінде біреуіне тиісті болатын сандардың жиыны немесе сан аралығын сан аралықтарының бірігуі деп атайды. Мысалы, -4 және -4 1 және 1 2 сан аралықтарының бірігуі. Ол -4-ті 2 сан аралығы болады деген сөйлемді жазғанда, бірігу белгісі болып табылатын мына таңбаны пайдаланамыз. Сонда ол былай жазылады: -4 1 аралығы бірігуі 1 2 аралығы тең -4-тен 2 аралығы. Бұл жазылудың мағынасын сан түзуінде түсіндіре кетейік. Сан түзуін аламыз. 0 және бірлік кесінді. Бізге 2 саны керек. Және 1 саны керек болады. 1 2 және -4. -1 -2 -3 -4. Жоғарыдағы жазылу бойынша біз -4 және 1 деген аралықты белгілейміз. Жерде -4 1 2 жағынан тұйықталған, немесе -4 және 1 сандары аралыққа кіреді. Сондықтан бұларды бітеу дөңгелектер арқылы белгілейміз. -4 және 1 аралық. Сан түзуінде кескінделік. 1-ден 2. 1 тағыдай кіру керек, 2 тағыдай кіру керек. 2 жағынан тұйықталған сан аралық. Бұл бұлай кескінделеді. Енді бұл екеуінің бірігуі -4-тен 2-ге дейінгі аралықты беретіні көрініп тұр. -4-тен 2-ге дейінгі барлық сандар жиынын беретіндігі көрініп тұр. Олай болса, жоғарыдағы жазылудың координаталық түзудегі кескін арқылы біз оны толық түсінуімізге болады. Ал сан аралықтарының қиылысуы дегеніміз берілген сан аралықтарының әрқайсысына тиісті болатын сандар жиыны немесе сан аралығын сан аралықтарының қиылысуы деп атайды. Мұнда біз жоғарыдағы келтірген мысалдағы -4 1 және 1-ден 2 сан аралықтарының қиылысуы 1-ге тең болатын білеміз. Осы сөйлемді қиылысу таңбасы деп аталады. Бірігуді төмен қаратып алғандағы сияқты белгі. Және фигуралы жақшаны пайдаланамыз. Сонда бір элементтен тұратын жиынды белгілеу керек болады. Өйткені -4 пен 1, 1 плюс 2 аралықтарына әрқайсысына кіретін сан ол 1 ғана. Сондықтан бұл екі аралықтың қиылысуы 1 деген 1 ғана саннан тұратын жиын болатын, осылай жазамыз. Егер сан аралықтарында ортақ сандар болмаса, онда бос жиын таңбасы қолданылады. Бұл таңба сан аралықтарының қиылысуында ешқандай санның болмайтындығын көрсетеді. Мысалы, -4 1 және 2 6 деген 2 сан аралықтарының қиылысуы ол бос жиын. Бұл жаңағы -4 1 және 2 6 сан аралықтары қиылыспайды деген мағынаны білдіреді. Бұл қорытындымыз координаталық түзуде көрсете кетуімізге болады. Мұнда -4 нүктесін алайық.
жағында 0 болсын. 1-ді мұнда аламыз. 2-ні алуымыз керек. Және 6-ны алуымыз керек. Бізге -4 бір аралығы. -4 кіреді. 1 кіреді. Осы екеуінің арасындағы сандардан тұратын жиынды аламыз. Ал 2 жерде 2 жағынан ашық аралық бұл. 6 жағынан бітеу. Бұл екеуінің ортасындағы сандардың жиынын көрсетеді. Немесе көрсетілген бұл екі жиынның арасы ашық екен көрініп тұр. Екеуі арасы бірікпейді, бір-бірімен қиылыспайтыны көрініп жатыр. Сондықтан қиылысуы құр жиынға тең болатындығы, немесе мына шарт орындалатындығы координаталық түзудегі кескіннен бізге айқын көрініп тұр. Мысалдар келтірейік. Сан аралығының бірігуін табыңдар деген мысалдар. Мұнда -10-нан -4 деген жартылай ашық аралықпен, -5, 3 деген ашық аралық екеуінің қиылысуын табуымыз керек. Ол үшін берілген сандарды сан түсуінде белгілейік. Біз -4, -10-ды мұнда алайық. Одан кейін аламыз -5-ті аламыз және -4-ті аламыз. Мұнда 0 деп көрсек, келесі жағынан 3-ті алуымыз керек. 3. Мұнда 3 кірмейді. -5 кірмейді. 4 кіреді. -10 кірмейді. Аралықтың шеткі нүктелерін кіретін болса ашық дөңгелекпен, бітеу дөңгелекпен, кірмейтін болса ашық дөңгелектерін белгілейміз. Бірінші аралық -10-нан -4-ге дейін. Екінші аралығымыз -5-тен 3-ге дейін. Сонда бұл екі аралықтың қиылысуы -5-тен -4 аралық. Немесе мұны аралық қиылысу болатын көрініп тұр. Бұл жерде -5 екінші жиынға кірмейтіндіктен, ол жиындардың қиылысуына кірмейді деген сөз. Сонда бізге бұл екі жиынның қиылысуы -5-тен -4 аралығы болатыны көрініп отыр. Бұны біз жазып көрсетейік. Бізге жаңағы беріліп отырған жиындар -10 және -4 қиылысуы -5 және 3 тең болады. -5 бұл кірмейді. 4 кіреді деген жартылай ашық аралық бұл екі жиынның қиылысы болатын жазып көрсеттік. Келесі мысал -1,6 0 аралығы және -1 4 деген екі аралықтың қиылысын табуымыз керек екен. Ол үшін координаттар басына аламыз. Бірді кесін алайық. Мұнда бізге -1-ді белгілеуіміз керек. Және 4-ті белгілеуіміз керек. 4 мұнда деп көрейік. -1,6. -1,6 мұнда болсын. -1,6. -1,6-тан 0-ға дейінгі аралық. Мұнда -1,6 кіреді, ал 0 кірмейді. Бұл мынандай аралықты береді. Келесі -1-ден 4-ге дейінгі аралық. -1-ден 4. Мұнда -1 кіреді, ал 4
кірмейді, төрт жағынан ашық. Сонда бұл екі аралықтың қиылысуы бізге көрініп тұр. Минус бірден 0-ға дейінгі аралық. Бұл жерде қиылысуға минус 1 кіреді, 0 кірмейді. Енді осыны біз жазып көрсетейік. Бізге берілгені минус 1,6 және 0 қиылысуы минус 1 және 4. Бұл тең болады. Минус 1 кіреді және 0 аралығы 0 жағы кірмейді. Жартылай ашық аралық. Біз бұны жаңағы теңсіздік түрінде тағы да жазып көрсете кетуімізге болады. Есептің шешімін. Бұл x айнымалы керектенеміз бұл жерде. Үлкен немесе тең минус 1-ден кіші 0-дан деген теңсіздік бойында жазсақ, соңғы қиылысудың нәтижесін біз теңсіздік арқылы көрсете кетеміз. Мысалы, сан аралықтарының қиылысуын табуға берілген. Бізге берілді 0 нүктесін алуымыз керек. Бірді алуымыз керек бірлікесінде. Және минус 4, минус 5 сандарын алуымыз керек. Бірінші минус 4 жағынан ашық, бір жағынан бітеу, жартылай ашық кесінді берілді. Екінші минус 5 жағынан бітеу, минус 5 кіреді, және 0 кірмейтін кесінді беріліп отыр. Олай болса, бұл екеуінің қиылысуы минус 4-тен 0-ға дейінгі сан аралығы болатын көрініп тұр. Немесе біз берілген екі кесінденің қиылысуын да жаза кетейік. Тең минус 4 және 0 деген. Екі жағындағы шеткі нүктелер екеуі де кірмейтіндіктен ашық аралық болатын түсінікті болды. Бізге мұнда берілген екі сан аралығының қиылысуын табу керек. Тең сан түсінде белгілейік. Мұнда 0-ді координаталар басына аламыз. Және мұнда 10 деген нүкте алуымыз керек. Бізге тағы да 32 керек екен. 32. Болса, біз мұнан 10 емес, 32. Масштабымызда кішірейтіміз керек деген сөз. Олай болса, бізде 10 жоқ жағымен осы маңда белгілену керек. 8,6 мұнда деп есептейік. 8,6 минус 7,7. Минус 7,7. 8,6-тан 32-ке дейінгі аралық 8,6 кіреді, 32 кірмейді. Бірінші аралығымыз. Екінші аралық минус 7,7 кіреді, 10 кірмейді. Мынандай аралық болу керек. Бізге теңсіздіктің шешімі немесе екі аралықтың қиылысуы 8,6-дан 10 болатыны көрініп тұр. Бұл жерде 8,6 қиылысуға кіреді, ал 10 кірмейді.
Жаттығу жұмысы сан аралықтарының қиылысуына тиісті ең үлкен натурал санды және ең кіші бүтін санды көрсетіңіздер дейді. Ол үшін алдымен біз берілген сан аралықтарының қиылысуы қандай сандар болатынын тауып алайық. Координаталар түзуін пайдаланамыз. Бізге минус 11 мұнда болсын. Мұнда біз координаталар басын ойлды алайық. Және 9-ды алуымыз керек. Плюс 9. Осында болсын. Минус 2,5. Минус 2,5 мұнда деп есептейік. Және 6,2. Жоқ шамамен. Осы майда 6,2 алдық деп есептейік. Олай болса 11-ден 9-ға дейінгі аралық. 11 кіреді, 9 кірмейді. Екеуі де кіреді. Екеуі де кіру керек. Сондықтан екеуін де қарайтып білдейміз, ол андай сан аралық болады екен. Ал минус 2,5 кіреді, 6,2 кірмейді. Бұл аралық. Немесе бұл жерде сыртқа үлкен аралық немесе минус 11-9 аралығына минус 2,5 және 6,2 деген аралық бүтіндей сыйып жатыр. Сондықтан бұл екеуіне бірдей тиісті болатын элементтердің жиыны екені түсінікті. Сондықтан бұл екеуінің қиылысуы ішкі аралық немесе минус 2,5 пен 6,5 жартылай ашық аралық болады деген сөз. Олай болса, бұл екі жиынның қиылысуы біз тең болады. Минус 2,5 және 6,2 деген жартылай ашық аралық. Бізге енді қиылысуына тиісті ең үлкен натурал санды және ең кіші бүтін санды табымыз керек. Ең үлкен натурал сан ол 6 болатын түсінікті бізге. Ең үлкен натурал сан 6 натурал сан. Ал ең кіші бүтін сан ол минус 2. Минус 2 бүтін сан. Және 6 ең үлкен. Ал минус 2 ең кіші. Бүтін сан. Дегенді осылай жазып көрсетуімізге болады. Жерде біз көрсетілген белгілеуден ең үлкен натурал сан. Ал екіншіміз минус 2 ең кіші бүтін сан деген мағынаны толық ала аламыз. Екінші мысал. Мұнда бізге минус шексіздіктен минус 5,6, минус 6,8-ден плюс шексіздік деген аралықтар берілген көрінеді. Сондықтан біз сан түсуінде минус 6,8-ді мұнда деп есептейік. Мұнда минус 5,6 болсын. Диаграмма түрінде берілген сан аралықтарын көрсетейік. Минус 6,8 кірмейді. Минус 5,6 да кірмейді. Минус 6,8-ден плюс шексіздікке қарай кетеді. Минус 5,6-тан минус шексіздікке қарай кетеді. Сонда бұл екеуінің қиылысуы минус 6,8-ден минус 5,6. Бұл минус сандар болғандықтан бұл жерде натурал сан жоқ. Сондықтан ең үлкен натурал сан табылмайды деген сөз.
Ал ең кіші бүтін сан бұл жерде минус, бұл екеуінің ортасында минус 6 ғана бар екен, түсінікті. Минус 6. Сондықтан бұл жиынға кіретін ең кіші бүтін сан минус 6. Ең кіші және бүтін сандар жиынына кіреді деген қорытынды жасауға болады екен. Осымен біз сан аралықтарының бірігу және қиылысуына байланысты мағлұматтар бердік, және бұған байланысты жаттығу есептер арқылы өтілген материалдарды толық пысықтауға мүмкіндік алдық деп ойлаймыз. Сондықтан кезекті сабағымызды аяқтаймыз.